Біреу ыңырсығандай ма? Шырт ұйқыда жатқан Амантай селк етіп оянып кетті. Көзін ашса, үйдің іші тас қараңғы. Әуелі түк түсінген жоқ. Манаурап ұйқылы жатты да қойды. Әдетте, оң қол жақта алақандай терезе болушы еді. Түнде сол терезеден бозарып болмас жарық білініп тұратын. Енді бозамықтанған жарық та жоқ, терезе де жоқ. Жым-жылас. Біреу терезені тас қылып бітеп кеткен сияқты. Сынық сүйемсіз ат білінбейді. Ойына әлгі бір ыңырсығын оралды. Құлақ төсеп, бір уақыт тыңдап еді, қайтып естілмеді. Бұның оянғанын сезіп қалғандай ыңырсуын саптыйыпты. Әлде түсіме? Әй, бірақ түске ұқсамайды. Осы жаңа ғана құлақ түптен апанық естілмеп еді. Иә, біреу ыңырсыды ғой. Дыбыс шыққан жаққа қарай батылсыз қол созып еді. Алақаны жұп-жұмыр, жалаңаш кеудеге тиді. Қасында бір көрпе астында тұла бойы қорғасындай балық мәдем жатыр. Түкті де сезер емес, демалысы білінбей алаңсыз ұйқыға кеткен. Амантай қыздың ып-ыстық кеудесінен қолын алғысы келмеді. Кеудесінің тып-тығыз екенін көзі көрмесе де алақаны сезіп жатыр. Ұйқы шайдай ашылды. Тәтті бір құмарлық 62 тамырға жайылып, алды-артына қаратпай дуылдатып ала жөнелсін. Томпиып ұйқы құшағында жатқан мәдеміге қарай аударылып түсіп, жұп-жұмыр қос анарға тұмсы тақап еді, сүт иісі бұрқырап қоя берді. Өзім біреу қойарда қоймай бауырына қарай екемдеп әкетіп бара жатқасын, қыз да шошып оянып, қапелімде қайда жатқанын, кіммен жатқанын ұқпай, көңілі үркіп, жастықтан басын жұлып алды. Сонысына бірақ өзі алып, жігіт құшағына құлап түсті. Бірін-бірі жаңа көргендей, кенеше қадалып ұзақ сүйісті. Ақыры аңсарына жетіп тынған олар, басы кеткен жаққа аяғы кетіп, ұйықтап бара жатыр екен. Тағы да сол ыңырсыған дауыс. Әне, енді тіпті абанық естілді. Қатты жабыр көрген, соған жаны күйген адамның күрсінісі. Бәсеңсір емес, қайта бұның жүйкесін қасақана жұқарта түскісі келгендей үдеп барады. Та бірге тұста әлде аяқ жақтам екен. Амантай басын шалт көтеріп тың-тыңдай қалып еді. Әлгі бір ыңырсық дауыс пышақ кескендей саптыйла қалды. Енді ол мойны талғанша жастықтан көтеріп алған басын төмен түсірген жоқ. Бірақ ыңырсық дауыс қайта естілмеді. Қой, бұл түс болды ғой деп ойлады. Ол көрпені кеудесіне қарай тартып жатып. Бірақ бір нәрсе түске қайта-қайта ене бергеніне секен. Мәдемге қарай қолын созып еді, алақаны қыздың жұп-жұмыр анары қарып түсті. Ол бұл жолы шошып оянған жоқ. Ұйқылы ояу бұлдырлап, жалаңаш білегін созып, жігіт бауырына өзі кіріп келе жатыр. Кірпігі кірпігіне айқасқан сол екен, әлгі бір ыңырсыған үннің тағда естілгені. Құдай-ау, көзі ұйқыда, көңілі ояу Амантай біресе тым алыс, қырасынан талып жеткен, біресе жақыннан дәл іргеден апанық естілген мазасыз үнге еріксіз құлақ тұрып, қимылсыз қалды. Ыңырсығын осымен үшінші рет естілген санасы сезіп жатыр. Астапыралла, әлгі бір кезде байқамапты. Ыңырсып жатқан басқа емес, әйел адам. Қыздың даусы. Әне, тағы да естілді. Қатынсыраған әңгүдік біреу о бишараны еркінен түсипалап, апырып-жапырып бара жатқан сияқты. Байқұс қыз бұлқынып қарсыласуға да дәрмен жоқтай. Қолынан бар келген кеудесін езіп, жаншыған неменің қорлығына шыдамай ыңырси беру ғана. Соны өз құлағымен апанық естіп жатқан Амантайдың да құданың құдіреті тілі байланып қалыпты. Тырп етерге қауқары жоқ. Тұла бойын суық тер жауды. Ал әлгі бір бишара қыз. Жаңағы ыңырсу ма? Ол енді булығып жылай бастады. Өзіне де өміріне де разы емес біреу. Көкірегі толған өкініш, қыжылмен күйініштен жүрегі қарайған бір мұңлық. Адамды әрі-сәрі етіп қойған немене? Бұл түс пе, өң бе? Неге жылайды? Не көрінді оған? Ол ма? Бұныкі не? Жүрегі қысылып бас айналды. Буын-буыннан әл кеткен. Кеудесін көтеруге зар болып сүлелеп жатыр. Шыбын жаны кеудесінде емес сияқты. Иә, өзде бір түрлі өлікке ұқсап барама қалай. Бойында түк күш жоқ. Әлгі бір тұншығып жылаған қыз бейшарай, өкпесі үштау. Өзін-өзі ұзақ қинап тілінің ұшын әрең қозғады. Бісміллә деуге шамасы келді сосын. Сол-ақ екен тарс жұмған көзі ашылып кетті. Сол-ақ екен бейшара қыз жаны жай тапқандай кенет тым-тырыс бола қалды. Бұның көз жанарында ыстық жас іркіліп тұр. Бозарып таң атып қалған екен. Бөлме ішінде қараңғылық сейіле бастапты. Қасында бері қарап қырымен жатқан қыз мүсіні байқалады. Бұл жол Амантай ол жаққа қол созған жоқ. Төсектен сыпырылып түсті де, аяғын сүйрете басып, қуықтай дәлізге бет алды. Құлағында
түн жылаған қыз даусы. Азанғы шайын апыл-ғұпыл ішкен Амантай жұмысқа асығып аттанып кетті. Мәдем алғашқы түннің балдай тәтті ләззатын бірге татқан жігітті көзбен ұзатып салуын қуана күлімсіреп тұр. Ол тезірек кеш түссе екен, Амантай жұмыстан тезірек оралса екен деп тіледі. Амантайдың да ойы сол. Бірақ бүгін күннің тас төбеде тапжылмай тұрып алғанын жалғыз Мәдем ғана аңғарған шығар. Уақыт түс аулаттай кібіртіктеп жылжымай қойғасын, білек сыбанып, аядай бөлмені жинауға кірісті. Есік терезені сабынды сумен сықылап жуып еді, кірден арылған әйнектен ішке шуақ құйылды. Қара қотырланған еден де бұрынғы сарғыш бояуын тапты. Қуыс-қуыста шаң бөгіп тұр екен. Сыпырғыш ұшына тұқымы құрсын не нәрсенің бәрі ілігіп жатыр. Түфу, кәпірлер, шошқалар, жиркенбей қалай тұрған деп, бұрынғы тұрғындарға кейіп мұрнын тыржитты. Тек аяғының астында орындық қойып, төбедегі люстраға қанша созса да қолын жеткізе алмады. Содан соң күйеуімнің алдынан дәмдігіп тамақ пісіріп қояйын деп күлімсірей, күбірлеп асханаға тартты. Осылай деу жанына жағып, көңіліне ұнап барады. Қызық деп жымың ете қалды сосын. Кеше ол басқа адам еді, енді күйеуім. Амантай табалдырықтан аттай бере, қуықта үйде жанға жайлы шаттық орнай қалған сезіп, ет жүрек елжіреп сала берді. Қаланың қарбаласқан тірлігін көтере алмай, шиыршықталған жүйкең дәп сәтте жайма шуақтандыра қоятын дәл мынандай бақытты бұрын соңды бастан кешіп көрген емес. Бұны әр кеште қаңыраған бос бөлме, соп-суық боп аяздай қарып қарсы алушы еді. Сонда орыс қожайынның адыра қалғыр ескі сарайынан безіп кеткісі келетін. Бірақ қайда барады? Бұған пана бола қоятын біреу бар мекен осы қалада? Жоқ қой, жоқ. Іргеге тақау қойылған үстел үстінде қашан көрсең, қатын семген көгерген ас қалдықтары ат көпір болады да жатады. Біреудің жаман кепесін удай ақшаға жалдап алуын, бұл жалдап алғанмен бар рахат көртышқанмен қара шыбындікі. Төсегі торай аунағаннан жаман, өмірі жиналған емес. Жиналса айына жылына, онда да пәтер ауыстырғанда ғана. Алматыға келгеніне міне 3 жыл. Осы 3 жылда бұл өзі қазан көтеріп ас пісіріп пе десеңші. Үйден ыстық ас ішпеуге өзінің де еті өліп кеткен. Ал бүгін бәрі басқаша. Асхана жақтан айрықша бір қош иіс бұрқырап, жанға жайлы жылы леп есіп қоя берді. Өзі жап-жас, өзі сүп-сүйкімді. Әйел заты ып-ыстық құшағын жайып келіп, мойнына асылып, қуана қарсы алып жатқаны мынау. Келіншегін лып еткізіп жеп-жеңіл көтеріп алды. Түймесін ағытып, қос өңірін айқара ашып жібергенде, кеудесінде бұлтиып біткен қос анар жарқ етіп, көзін қарықтырды. Жап-жарық қой. Мәдемінің даусы бұлдырлаған сәбидің өлі сияқтанып естілді. Перден жапшы. Амантай қазір тіл алғыш баланың нақ өзі. Жүгіріп барып пердеге жармасты. Қасын керіп, көзін жұмған келіншек қайдан біліп қойғанын қайдам. Қараңғы емес қой деп еркелей тіл қатты. Ұяласың ба? Ұялам, ят қой, қарамашы. Қарамаймын, міне, мен де жұмдым көзімді. Мәдемі жігіт салмағын сезінген сайын, өн бойын от кеулеп бара жатқанын аңғарды. Тас боп қатып ұйықтап қалған екен. Ыңырсып жылаған дауыс құлаққа тағы да түрпідей тигені. Бөлме іші бүгінде қап-қараңғы. Елегізіп құлақ тұрды. Тым-тырыс. Сағаттың әлсіз тырсылығаны талып жетіп тұр. Әлгі бір жылаған. Иә, осы жаңа ғана өз құлағымен апанық естіді ғой. Оянып кеткен содан емес пе? Енді неге тыйыла қалды? Неге? Әлде құлағы шулаған. Осы үйде бір пәле бар деп ойлады бір мезет. Жын шайтан бар. Маңайдан сұп-суық тер бұрқ ете қалды. Саусақтары арбиған қорқынышты бір құбыжық ебедейсіз қимылдап, төсек үстінде төбеден төніп келгендей. Төніп келіп, екінші күн бүйірін қыздырып жатқан жас келіншек тай-шай жоқ, қойынан суырып әкетті бәлек. Бісміллә, кет бәлекет. Демнің арасында санасына ұялап, үлгерген үрейден әрең айықты. Басы қаңғырып, дәл кешегідей бүгінде ұйқысы қашты. Әлде қабырғалас көрші әйел ме жылаған? Әлде ұйқысырап жатқан Мәдемі болмағай. Осы бір үлкен қалаға тұяқ іліктірген соң, әрістің басын бір шалып жүріп, белді бір мекемеге бастығын таситын шопырлыққа әрең қол жеткізіп еді. Мазасыз жұмыс екен. Таңның атысы күннің батысы. Өмірі таусылып бітпейтін сарт-сұрт жүріс. Бастықта тыным таппас беймаза біреу. Біресе ана мекеме, біресе мына мекеме. Құдай оны зар қақтырып, табанын жерге тигізбей қойған. Ол тыныш таппаған соң жазған құлда дамыл бар ма? Содан қашан іңір түскенше тағы сол ала шапқын сарт-сұрт жүріс. Үйге кірпігі қимылдап, сүлелеп жетеді.
кешкі ас суын ішер-ішпестен төсекке сүре құлайды. Сондай бір түн ғой, қараңғы көшемен жүйткіп келе жатқан тұғын. Кенет жаншыраған біреу көшеге жүгіре шыққаны. Бұл тежегішті басып үлгерді ме, үлгермеді ме білмейді. Әлгі біреуді қағып кеттім бе деген үрейден тұла бойы шымырлап, жуық арада өзіне өзі келе қалған жоқ. Ал анау бас салып есікке жармасты. Көзі ашып жұмғанша лып етіп жанына отыра кетті. Ағай, жүріңіз, жүріп кетіңізші деп зар еңіреп жылап қоя бергені. Қараса, сұмдық-ай, біреу дегені бойжеткен қыз. Анадан жаңа туғандай тыр жалаңаш. Жүріңіз ағай, жүріңіз, кетіңіз ағай, ағатай құтқара көріңіз. Бұны қос қолдап жұлмалай бастады. Амантай қайтерін білмей абдырап қалсын. Кім мынау? Жымба пері ме? Тек көшеге сойталдай екі жігіт алақтап жүгіре шыққанда ғана бұл арадан тез кетіп қалу керегін ұққан. Мәшіне орнынан ытырыла қозғалды. Анау екі жігіт жалма-жан такси ұстай салып, соңынан тұра қууы мүмкін-ау. Қараңғы көшемен ағызып келе жатып, қапелімде мұз жұтып жібергендей іші қалтырап кетті. Жетіп алса оңдырмасы анық. Мына қыз неге тырдай жалаңаш? Бастың пәлеге қалғаны осы шығар. Үлкен жолға түскен соң қасына бүрісіп отырған қыздың бас аяғына көз жүгіртіп өтті. Ол боталаған көз жанарын кеңірек ашып, бұны жаңа көріп тұрғандай. Үркіп қарады да, назарын төмен алып қашты. Қолын кеудесінен айыра алмай, жасыраса да, қолын мүшесі ағараңдап, көздің сұғын суырып барады. Амантай арқалыққа асып қойған костюмын қыздың алдына тастап жатып, «Кімсің? Не болды саған?» деді. Жаңағы жігіттер, хайуандар, жалаңаш иығы дір-дір етіп, тысқа жалтақтап қарай береді. «Қайда тұрасың? Үйің қайда?» «Үй ме? Үй?» Қыз сыбырлай тіл қатты. Мына түріммен біресе көзіне мөлтілдеп жас келіп қалып, біресе қанын ішіне тарта жүзі қуарып, қайтерін білмей ерін тістелеп отыр. Енді байқады. Шыбыш ешкідей шап-шағын қыз, шашы жалбырап тұр. Көзініп, өбілкенін-ай. Шаңыраққа апарасыз ба? Белді мекеменің бастығы мініп жүрген мәшіне қойсын ба? Қыз тұратын ауданға әп-сәтте келіп қалды. «Аға», деді қыз, жасқана сөйлеп, «осы араға тоқтаңызшы». Тоқтады. Анау көк қақпалы үй, сол үй ма? Сол үй. Түннің жарымы ауып кеткелі қашан. Төңірек тып-тыныш. Қыз нұсқаған үй жақтан да тірлік нышаны байқалмайды. Бірін-бірі мігірсіз қуалаған қосқаннен иттен өзгеше көшеде қыбыр еткен тірі жан жоқ. Мәшіне қапаға тақалып тоқтады да, гүрілдеген моторы өше қалды. «Келдік», деуін десе де үстіне бір жапырақ шүберек лыпасы жоқ. Тырдай жалаңаш қыздың есік терезесі тарс бекітулі үйге қалай барып, әлдеқашан жатып қалған үйдегілерді қалай оятатындығына ақылы жетер емес. Шеше байқұс масқара болған қызын көрген бойда естен танып жығылатын шығар. Әке сорлы қайтер екен, мүмкін қыздың өзі жалаңаш шонын жарқыратып, түсе қалуға көзбен ішіп жеген зіңгіттей жігіттен қысылып отырмасын. Осыны ойлаған ол тысқа шығып, көшенің арғы бетіндегі қарауытқан талға қарай бет алды. Өзімен өз оңаша қалған соң бір жөн табар. Ол жаққа назар аудармауға тырысты. Тал арасында аз бөгелді ме, көп бөгелді ме білмейді. Қайтып келсе қыз отырған орнынан қозғалмапты. Алақатымен бетін басып, пыш-пыш кеудесін қымтаған костюм төмен түсіп кеткен. Тіп-тік қосанар дір-дір. Әйгіленіп ап-анық көрініп қалып жатыр. Қасына кеп жайғаса берген, бұның келген кеткенмен жұмысы жоқтай. Амантай шарасы түгесіліп, рөлге маңдайын тіреді. «Ағам өлтіреді» деді. Бір кезде иегі кемсең етіп. «Ағам қатал». Қызды қайтып жұбатарын білмеді. Оның бүгінгі түн тартқан жан азабы енді бұның иығына ауысқандай, еңсесі түсіп кеткен. Қыз бір кез демін ішіне тартып, тым-тырс бола қалып еді. Жалаңаш денесі тоңазып, иығы дірілдей бастапты. Костюмды қолына алды да, кеудесін жауып, иығын қымтап қойды. Кенет не ойлағанын қайдам, Амантай мәшінені келген жолға қайта салды. Қыз енді не нәрсеге көндім дегенде кеудесіне құлаған басын көтерместен бүкшиіп отыр. Амантай үйге жаяу қайтып келе жатып қарындасын ойғалды. «Шырағым, балам, анау жалғыз бауырыңа көз қырын салып жүр. Мен де Алматыға барам. Ағам сияқты мен де жұмыс істеп ақша табам» деп айтқанды қылмай үйден безіп кетті емес пе? Оның сенен басқа сенетін кімі бар Алматыда? Бір-біріңе қарайласып жүрмесеңдер, қайдам қорқамын деді. Шешесі ана жол ауылға барғанда. Шешенің сол аманаты жатса тұрса ойынан кетпей жүр. Өзінен 5-6 жас кішілігі бар. Гүлнұр үйдің сүт кенжесі болғасын ба, ерке еді. Жоғары класқа көшкен соң таралып өсіп, сүйкімді бойжеткен болып шыға келді. Әттең-ай,
Әкенің жоқтығы ғой. Мектеп бітірген соң құрбыларына ілесіп, алысқа ұзақ оқиды алмады. Сүйеушісі жоқ адамды кім қолдай қойсын? Мына тұрған облыс орталығындағы институттың алғашқы сынағынан тыраң етіп құлады да, енді қайтып оқуға беттемей қойды. Марқұм әкесі тірі болса, бұл енді ұл бала ғой. Қызының қолын қайтсе де бір қараға іліктірер еді. Аға боп бұның да қайыры аз болып тұр. Кейде содан ба, Гүлнұрдың алдында кінәлі адамдай можып қалатыны бар. Анада Гүлнұр үйге бір келгенде, екеуміз бір үй жалдап тұрайық, апамның көңілі көншіп жүрсін деп еді. Оған қиқар қыз көнді ме? Уайымдамашы, мен таныс қыздармен бірге тұрып жатырмын ғой. Бәріміз бір жерде жұмыс істейміз. Жұмысқа жақын деп дес бермеді. Қай жерде тұрып жатсыңдар? Адресті білмеймін, әйтеуір өзім тауып барам. Гүлнұр осы біліп келсе, келмесе осылай жер сипап қалғаның. Жалғыз ағамның халі нешік екен деп үйге жиі келіп тұруды білмейді. Жағдайын қалай десе, пайдет дей салады. Қазір не көп, не жұмыс көп, не істеп жүр екен? Сұрасаң, ақша табатын жұмыс дейді жұмбақтап. Иә саған, көп болса, кафе-ресторанда даяш шығарсың. Ауыл қыздарының қалада бұдан басқа істейтін жұмысы бар ма екен? Ал ауылдан келген жігіттер көбіне көп құрылыс маңын шиырлайды. Оған да қол жетпесе, Құдай берген қара базар дайын тұр. Сонда барып арба итереді, жүк түсіреді. Арба демекші, оны ойласа, бұның көкірегін әлде бір қуаныш, ала бөтен керне бала жөнелетіні бар. Әлгі бір ауылдастары сияқты үсті-басы сатпақ болатында жүретін құрылысшы емес, қара базарда мықшыңда арбада итермейді. Көрмеймісің? Тақымда ысылдаған шетелдік мәшіне, таза жұмыс. Иә, Гүлнұрды айтамау, ақша табатын жұмыс дейді. Ой пәле, жалғыз шешемізді бір өзі асырап жүргендей-ақ. Әй, бірақ қыз бала ширақ келеді. Кім білсін, айтқаны раста болған шығар. Іздеп келіп таппай кетіп жүрген болар-ау. Мен сияқты оның да жұмыстан қолы босамайтын шығар-ау, мүмкін. Осы жаңа ғана қара қазандай қабына қалған өкпесін ұмытып, қарындасын аяй бастады. Әлгі бір қыз сияқты оны да Құдайын ұмытқан қағынғандар нақақ жабірлеп жүрмесе. Сол күні өмірінде алғаш рет құрқылтай құстың ұясындай үйде буы бұрқыраған қазан қайнады. Өз үйінде алғаш рет ыстық ас ішкен. Амантай қыздың кейбір қылығын шешесіне ұқсатып, іші жылып сала берді. Әне, ол бұның тарелкесіне үстемелеп сорпа құйып жатыр. Амантай үнсіз отыра бермей көңілін ауламақ болып еді. Қапелінде аузына жөн сөз түспеді. Әңгімен неден бастарын білмей, ойы қаңтарылып отыр. Ағаңның үйіне апарып салайын дей ме, әлде ағаңа телефон соқсақ қайтеді деген дұрыс па? Үйтейін десе, Құдай айдап келген сүйкімді қызды көз қимады. Үйтпейін десе, ертең бір пәлеге қалам ба деп қаймығады. Қаймықпағанда ше, осы жұрт әлдеқандай аузынан суы құрып айта беретін алып шаһардың сиқы мынау болса. Аяғыңда таппассаң бір сұмдыққа тап болып жатқаның. Айналаң толы қауіп қатер. Адамның төбе шашы тік тұрады. Оның үстіне кеше түн үйде қонбай, қайдағы бір танымайтын біреудің жаман баспанасына түнеп, шыққан қарындасын көргенде қатал ағасын естер екен. Бас салып бұны таяқтап тастамаса де. Үстіңдегі бар киіміңді анау, екеуіме сыпырып алған. Қатырдың, есі дұрыс адам бой жеткен қыздан сөйтіп те сұрай ма екен? Беп белгілі нәрсе. Ол бұлсынып терлеп сала берді. Әй, өзде сөзге шорқақ қасқа. Кейде бас жоқ, көз жоқ, түйеден түскендей дүңк еткізіп қойып қалады-ау. Бұл не әдет? Мен сенің жеңгеңе барып келейін. Қыздың бетіне қарап еді, жанары боталап шыға келіпті. Екі қолын екі тізесінен алмаған күйі басын батылсыз шайқады. Тығырыққа тіреліп дымы құрып отырау. Енді не істейсің демекші еді. Ол да айтылмай іште қамалып қалды. Кешкі астан соң Амантай қайтерін білмей қипақтап, аз кем отырды да, орнынан атып тұрып, көше кезіп кетті. Үйге қас қарая оралса жарық сөніп тұр. Ағай, сізге төсекті төрге салып қойдым деген қыз даусы темір кереует жақтан баяу естіліп, жарықты жақпастан жан-жағын сипалап барып, төсекше киіммен қисая кетті. Көз алдында ұп-ұзын кірпігі, инелік қанатындай дамылсыз дірілдеген сөп сүйкімді бой жеткен бейнесі. Қасына барса қайтер екен, шошып кетпес пе екен? Қой, шошымас, шошып не көрініпті? Әй, не де болса о болсын. Нар тәуекел, осы жасқа келгенше әлі бір қыздың жалаңаш тәніне қол тигіз көрмепті. Енді көр, уылжып қол созым жерде жатыр ғой. Есік болса да үлілі. Жігітпісің, жігіт болсаң тұр орныңнан. Мешел адамдай шалжиып жата берме. Құдай өз айдап келді емес пе? Жүрегің дауламайды, ә? Жоқ, неге? Ендеше бар, бірден бас салмай ақырын шайқап оят.
Әуелі түкті де түсінбей қалар. Сонда сен оның шашынан сипа, аяла. Бетінді бетіне тигіз. Бойынды үйрет. Әп бәрекелді, міне жігіт. Сосын көре қал. Ол саған өзі-ақ ысырылып орын босатар. Сөз жоқ, ысырылып жатады. Жатпаса ше. Орныңызға барыңыз деп жамылғыны тарс бүркеніп алса ше. Шыңғырып жіберсе ше. Әй қойшы құрсыншы. Қалай қиялдаса да жатқан орнынан тұрып, қыздың көрпесін көтеруге батылы барар емес. Қашан кірпігіне айқасқанша, көзіне қыздың кеше өзі көрген жалаңаш кеудесі әппақ бөксесі елестей берді. Көңіл қобалжулы басылып, бойын әлдебір тәтті құмарлық шымырлата бастапты. Кенет қыз темір төсекті сатыр-сұтыр еткізіп ұшып тұрды да, бұның қасына жетіп келді. Сылқ етіп тізерлеп отыра кетті. Не болды саған? Деді Амантай басын жастықтан жұлып алып. Біреу келе жатыр, деді қыз үрейленіп. Қорықпа, есік бекітулі ғой. Жігіт жайбарақат сөйлеуге тырысып бақса да, жүрегі кеудесіне симай атқақтап кетті. Қорықпа. Жоқ, келе жатыр, әне. Зып беріп бұны құшақтай алсын. Қорықпа. Қорықпашы, кел қасыма жатшы. Басын бұның оң иығына салып, аяқ қолын бауырына жиып алған соң, тұла бойы майда дірілдеп, көпке дейін арыла алмады. Қыздың еркек атаулыны шабынтып қоятын тәттейсін рахаттана сіміріп, не болғанын білмей Амантай жатыр. Құшағына тығылып бір уыс болып жатқан қыздың үзіп-үзіп айтқан сөзіне ықыластана құлақ тұрды. Мектепті осы жаз бітіріпті, оқуға түсіріпті. Әзірге аға жеңгенің қолында. Күзге салым оқу басталысымен жатақханаға шықпақ. Біреу естіп қоятындай сыбырлап, жағдай айтқан қыз бұның өзі туралы алқынып жатып, баяндаған әңгімесін ұқты ма ұқпады ма білмейді. Бірақ кешегі түн оқиғасы екеуі де қозғаған жоқ. Қыз не ойлағанын өзі білсін. Ол жайында жұмған аузын ашпады. Бұл да сұрамады. Жүрек жарасын тырнағысы келмеді. Орнынан тұра салып өз төсегіне тайып тұрар деп сескенді. Одан да қоянның көжегіндей болып, бауырына тығыла түскенін жаны қалабақ жатыр. Әңгімен тез тауысқан олар өз ойларымен өздері арпалысып, ұзақ уақыт үнсіз қалды. Бір кезде ерні қыздың еріне тиді. Күйіп тұр. Қыз басын алып қашқан жоқ. Былқ-сылқ етіп ыңғайына бағына берді. Тұншығып жылаған кім сонда? Кім? Мәдемі ме? Санадан шырмалтып шықпай қойған күдік бұны иірімге іліккен жаңқадай құрдымға шым батырып барады. Қарық сатқыр сол түнгі көрген қорлық түске еніп